Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті құс-сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Так, бүгін мамырдың 21-і. Бүгін бізде ночь. Біздің таңымыз осылай басталып жатыр. Балапандарды сыртқа шығарып жатырмыз. Мыналар чисто бізде күрік тауықтан шыққан балапандар бәрі. Мыналар ірілер, бұлар 2 айға жақындап қалды. Мыналар 1,5 айға жақындап қалған балапандар. Сайдалға шығарып жатырмыз. Сулар таусылып қатты, қазір суын құямыз. Так. И бүгін бізде еще балапандар шығып жатыр инкубатордан. Олардың да орындарын дайындап, ақырындап сыртқа шығара бастаймыз. Бүгінгі видео сол жайлы болмақ. Так. Бұл жақта бізде садик. Бұл жерде де тоже бізде балапандар. Бұл жерде чисто мекендер десек те болады. Арасында 1-2 қораз бар, оларды алып тастаймыз скоро. Арада бәрі ойдағыдай. Бір примерно 100-ге жетпейді, примерно 80-90 балапан жай бар мына жерде. 80-90 мекен жай бар. Алла жазса. Так, одан бөлек бізде мынау күрік. Балапан. Балапан шығара бастау керек негізі. Негізі 22-сін шығару керек болған. Ой-ой, осылай қанша еді ғой енді бұлар. Шығып кетті. Кішкене бір жер ашық болса осылай далаға қашып шығады сразу. Бұларды пока шығармаймыз, өйткені анау күріктен шыққан балапандарға қосылып кетеді. Сол үшін бұларды отдельно обедтен кейін шығарамыз. Пока іште болады. Оған дейін біздер мына жақта тауықтарды шығарып тастаймыз далаға. Осылай шығады. Улап-шулап. Да, жұмыртқалайын деп жатыр біреу. Ол шықпайды. Так, мына балапандар. Светін жағып қоямыз. Брама мынау. Басқаша болады, брама деген. Ірі болады, кәдімгідей басқа балапанға қарағанда. Так, одан бөлек бізде мына жақтағы балапандар. Бұларды енді біз несушка бастаймыз жеміне. Өйткені шайға жақындап қалды, шайдан бастап несушкасын бере-беруге болады. Ертерек жұмыртқаға кіру үшін. Несушка береміз, рост араластырамыз. И бидай араластырып береміз. Что ертерек жұмыртқаға кіргендей. Кучи мен Барковский араластырған балапандар мыналар. Ірі болып негіз. Денесі деген кәдімгідей ірі. Қораздармен бірдей даже бір тауықтар. Қан жаңарған деген содан шығар. Уже 2 қан қосылғасын бір-біріне басқа шауып шықты ірі бұл. Бізде кучи не істеп жүр бұл.
Екеуі қабаттасып жатып алыпты. Мына орын тұр, мынау тұр. Оған жатпайды, жоқ, бір-біріне жағаласып осылай жату керек. Мынау да соған жататын шығар барып үшінші. Так, біздегі қора осындай жағдай. Так, бізде брудердің терморегуляторы істемей тұр. Так, ішін бәрін почти тазалап қойдым. Қазір стеналарын бәрін ақтап тастаймын. Әппен. Жалпы дайын, қазір терморегуляторды ауыстыратын болам, нормально жұмыс істеу керек содан кейін. Так. Алып келген терморегулятор табылмады. Арыз деп, беріз деп таппадым. Сосын пока что осылай брудердің жан-жағын бәрін астына ашық қойдым да, ауа айналып тұру үшін. Осындай қызыл лампочка жағып қоя салдым пока. Бүгінше осылай тұрады енді. Ішінде қазір примерно 25 градус болып тұр, ол әлі көтеріледі өйткені. Енді ғана қостым мынаны. 30-35 градус ұстап тұратын болады. Бүгінше осылай енді, ертең терморегулятор алып келіп, ауыстырып, содан кейін барып қоямыз. Пока бізде міне тұңғыш байлар шықты осылай. Тұңғыш байлар шықты, алғы жаса шетінен осы жерге шығарып отыратын боламыз. Аның түбі мына жер өте қатты шала, ыстық десек те болады. Сол себептен олар арғы шетке солай қашып естетін болады. Может, қазір көремін, мына жерге обычный лампочка қойып қоям ба, магазинге барып алып кеп. Обычный лампочка салып қоя салам. Просто салқын бола ма деп осы қызыл нені қосып қойдым. Пока осылай старт сеуіп ұстадым, енді ақырындап соны жеп үйренеді бұлар. Өздері кішкене есін жеп ағасын, үстері кепкесін қазір. Старттан жеп үйренетін болады. Міне уже шығып бастап жатыр. Осылай бір-бірінен қарап жем жеуді үйренеді. В общем, бүгінгі қызық осы біздегі. Тағы да балапандар шығып жатыр. Так, ну, қаралар австралор, қалғандар кучинский.